Қандыбұлақ оқиғасы. Қасиетті Ұлытау өңірінің заманында талай тарихи оқиғалар өткен ғой. Ашылғандарынан ашылмай, сырды бойына бүгіп жатқандары көп екені даусыз. Соның бірі осы Қандыбұлақ оқиғасы. Бұл оқиға заманында аймақтағы елді еңіреткен қара жүрек зұлымдықтың бұрын соңды құлақ естіп көз көрмеген көрініс еді. Қорғасын селосы бұрынғы аты Дәбей, Шеңбер ауылының орталығы. Осы Қорғасынның оңтүстік шығысында Ұлытау мен екі арада Арғанаты тауының сілемі Алайғыр деген адыр бар. 1964 жылға дейін бұл жерде кеңшардың қыстағы болды, кейін бос қалды. Осы адырдың батыс жақ етегінде бір бұлақ бар. Мұны ел Қандыбұлақ деп атайды. Бұлақты шарбақпен қоршағандай тура жиегін дөңгелетіп көмген адамның моласы. Бұлаққа сол молалардың арасымен ғана барады. Жағалай 15-20 адам көмілген. Кеңшар кезінде мұнда жазда шөпшілер бригадасы отырады. Мен шофер болып жүрген кезінде Алтуайтты басып, осы бұлақты басып Ұлытауға қалаға баратын едік. Мен осы бұлақтың Қандыбұлақ деп аталуы құжынап жатқан қорымдағы марқұмдар қалай қайтыс болғаны мазалай беретін. Бұлар оба ауруынан бәлде, аштықтан бәйтеуір бір себеппен қырылып қалып, содан бұлаққа Қандыбұлақ атаған шығар деп ойлайтынмын. Ауылдың көпті көрген көнігөз кәріқұлақ қариялардың бәрі білмейді. Олар да менің болжамымды айтады. Бұл Қандыбұлақтың сұмдық оқиғасын естідім, ойда жоқта. 1965 жылы кезекті еңбек демалысымды алып, әкемнің тапсырмасымен сол кісінің Атбасардың арғы жағында Жалтыр станциясында тұратын Зәмзенбай деген қарындасына барып қайтпақ болып, Арқалықтан пойызға отырдым. Мен кірген купеде 60-та алқымдаған әдемі ақ сақалы омырауын жапқан үлкен кісі отыр екен. Мен сол кісінің үйіне келгендей елпілдеп қарсы алды. Жайғасып отырғаннан кейін үлкен кісілердің әдетімен аты жөнімді, руымды, қайдан келе жатқанымды, қайда баратынымды тәптіштеп сұрап алды да өзінің атын Сағындық Есенаманов деп таныстырды. Сен Шеңбер кеңшарынанмын дедің бе? Орталығы Дәбейде ғой. Иә, орталығы Қорғасын селосы дедім. Ол кейінгі атауы ғой, жарайды. Сен Ұлытау мен Дәбейдің арасындағы Алайғыр деген жерді білесің бе? Деді. Менің құлағым елең ете қалды. Иә, білем. Ол біздің атамекеніміз екен. Атамекеніңіз болса, сол жердегі бұлақтың Қандыбұлақ деп неге аталғанын, жағалай жатқан адамдардың қалай өлгенін де білетін шығарсыз, дедім. Иә, шырағым, ол сұмдық оқиға болыпты. Әкем марқұм сол оқиғаны егіліп отырып айтып беріп еді. Бұл бір ұзақ әңгіме. Әуелі тамақтанып алайық деп столдың үстіне қазы қарта неше түрлі тамақтарды қойды. Менің есілдердім тамақта емес, жаңағы әңгімені тезірек айтса деп отырмын. Тамақты ішіп болдық. Қолымызды жуып келіп жайғасқаннан кейін. Ал шырағым, мұны білген жөн, тыңда, Қандыбұлақ оқиғасын айтып берейін. Бір кездері керек болар деп әңгімесін бастады. Иә, бұл шынында да Қандыбұлақ, бұл жерде сан шаңырақ Қалдығұлап деп өлеңмен бастады. Басында мұның аты Бастау бұлақ екен. Бұл жерде 10 үйгедей кепшіктер мекен деп, алқабына егін салып, одан азын-аулақ өнім алып күнелтеді екен. Ауылды Қазыбек деген орта шаруа иесі басқарады. Ол кісі өте әділ, қайырымы мол, қойдан орып, қырдан қырып табатын табыскер. Өзі аңшы мерген кісі болыпты. Ауылға кедейшілік тауқыметін тартқызбаған. Қазыбек аяқ астынан ауырып қайтыс болады, ауылға оның 19 жасар ұлы Әлім басшылық жасайды. Әлімнің жүйрік Алайғыры Құмай деген ала тазы болады. Ауылды қысы жазы аңның етімен қамтамасыз етіп отырады екен. Сол кезде аймағынан айтқан екеткізбейтін Зекет деген бай болыпты. Қарулы күштерден бұзықтар, ұрылар ұстайды екен. Сол бай Әлімнің Алайғырына қызығып сұратып жібереді. Астындағы Алайғырды менің балам Жанайға берсін, жылқымнан таңдап тұр бір ат алсын дейді. Жаушылар келіп байдың сөзін жеткізеді. Ат ерінің қанат дейді дана халқымыз. Маған қанатыңды қиып бер дегені ме? Байекеңнің бұл қай қолқасы? Мен осы атыммен бірге ауылға азды көпті несібе тауып беріп отырмын. Үйірлеп жылқы берсе де атымды бере алмайым деп қайтарады.
ешкімнен беті қайтпаған, кедейлер түгілі өзі теңдес байлардың өзі қарсы сөз айтпаған зекет ашуға мініп, егіндерін жылқыға таптатыңдар, атты тартып әкеліңдер деп баласын баш етіп, сен тұр мен атайын дейтін 10 жігітті жібереді. Адамдардың бәрі егін суарып, егістің басында жүргенде қалың жылқы егісті таптап өтеді. Сол жерде соғыс болып, әлім бастаған ауыл адамдары 10 жігітті күрекпен, кетпенмен ұрып жығады. Байдың баласының бір көзі ағып түседі. Әлім жылқыдан бір үйірді бөліп алып қалады. Ебіл-тебіл боп байдың жігіттері бір көзінен айырылған баласы келеді. Мұны көрген бай нағыз қан безерлік әрекетті ойлап табады. 30 қыл арқанмен 30 жігітті түнде аттандырып, үйлерде адам шықпайтындай етіп шаңдып, өртеп жіберіңдер. Бірде-бір адам бесіктегі балаға дейін тірі қалмасын, әлімді байлап маған алып келіңдер деп бұйырады. Байдың жаналғыштары шырт ұйқыда жатқан ауылға келіп, күзетте жүрген 4-5 жігітті аңдаусызда өлтіріп, үйлерді шаңдып, әлімді ұйықтап жатқан жерін күзетшілердің бірінен бөліп алып, күзетшіні өлтіріп, әлімді байлап алады. Ауылды өртейді. Тек бір қара қостан 14 жасар Құралай деген қыз бала қашып шығып, бір шұңқырға жасырынып қалады. Әлімнің қол аяғын байлап, атқа теріс қаратып мінгізіп, байдың алдына алып келеді. Таң атқанша әлімді 4 қазыққа керіп тастайды. Таңертең бір бұзау тайыншаны бітеу сойдырып жіберіп, терінің ішіне әлімді салып, таудың беткейіне тастың үстіне апарып тастаңдар. Мұның көзін мен емес, қарға құзғын ойсын. Еті ит құсқа жем болсын, сүйегін ит кемірсін деп бұйырды. 6 жігіттері тұлыпқа салынған әлімді жайдақ атқа көлденең таңып, таудың беткейіне әкеліп тастайды. Жанын көзіне көрсетіп, бір тобатай су құйыңдар, сол судан іше алмай қор болып қаталап өлсін деген байдың тапсырмасын бұлжытпай орындайды. Байға мұның дұрыс емес деп айтуға ешкімнің батылы жетпейді. Әркім өз үйінде аза тұтып, көз жастарын көлетіп отырады. Байдың бәйбішесі Қадиша ақылды адам болыпты. Ол: мырзам, мынауың бұрын құлақ естіп, көз көрмеген сұмдық оқиға болды. Баланың көзі үшін бір ауылды отқа орап, қырып тастадың. Бұл қанды оқиғаны алда кешіре ме? Елдің бетіне қалай қарайсың? Елге қара бет болдық қой. Маңдаған жылқың тұрып, кедейдің астындағы жалғыз атына жармасудың не реті бар? Оны енді азаптап өлтірмексің. Ана жігітті босат дейді. Қанпезер бай: сен маған ақыл айтайын дедің бе? Деп бәйбішесін қамшының астын алып соққыға жығады. Қадиша да аймақты билеп отырған Әзімбай деген шонжардың қызы. Айбы пұшпағы қанамаған. Жанай байдың тоқалынан туыпты. Сол түнде Қадиша Серімді 2 жігітін ертіп төркінге кетіп қалады. Мұны естіген ауыл адамдар Қадишаның төркіндері мұның көзін жоятын сезіп іштей қуанып. Әлімнің өзіне шынайы берілген Серімді серіктермен ала атымен ала тазысы құмай ет. Бірақ ала тазы ажалдан құтқарады деген ой миына кіріп шыққан емес. Күннің ыстығынан жас тері кеуіп, құсырылып, денесін қысып, халі ауырлап бара жатты. Әрі шөл қысып барады. Жанында тұрған судан ішуге дәрмен жоқ, бірте-бірте әлсіреп бара жатты. Сол кезде қайдан келгені белгісіз құмай келіп, бетін жалап, оң жағына бір, сол жағына бір шығып, сәл шоқиып отырады да, теріге ауызды салып жіберіп, жұлмалай бастайды. Бай кешке қарай 2 жігітін әлімнің қалай өлгенін көріп келуге жібереді. Олар келгенде әлімнің орнында парша-паршасы шыққан теріне, оның үстіне отырған қаптаған қара құстарды көреді. Жіберген адамдар байға келіп, әлімді қасқыр жеп кетіпті деп жылма-жылма етіп тіс жырған терінің пұшпағын көрсетеді. Қап дейді бай, оған жеңіл өлім болдау. Ол тірі жатқанда 2 көзін қарға құзғын шұқу керек еді. Бетіне тары сеуіп тастау есіме келмегенін қараш депті. Үйде отырғандардың тіпті қол шоқпарларының өзінің жүрегі зырқ ете түседі. Мынау адам бейнесіндегі қанішер, жыртқыш, құбыжық екен ғой. Осы уақытқа дейін қалай білмегенбіз? Бұдан ебін тауып кетуіміз керек деп ойлайды. Кешегі сойқан байдың жылқысынан бөліп алып қалған жылқыны жасыруға айдап кеткен Жаппас бұл қанды қырғыннан хабарсыз еді. Жылқыны Ұлытаудың бір дарасына жасырып, ауылдың жағдайын біліп қайтайын деп келсе, о тоба, ауылдың орнында күл әлі жанып бітпеген киіздер ғана бықсып жатыр, шала жанған адамдар өліп жатыр. Ол атынан түсе қалып, тізерлеп отырып, бетін басып, жас балаша өкіріп жылай береді.
Бір кезде Жаппас: көке, есіңізді жиыңыз, енді жылағаннан ештеңе шықпайды, болған іске болаттай болайық, бұлаққа барып бетіңізді жуыңыз деген нәзік дауысқа жалт қараса, ауылдың малын бағатын бөлтіріктің кішкентай қызы Құралай екен. Шырағым-ау, мына ауыл не болған, әлім қайда дейді. Сосын айтам, тұрыңыз деп қолтықтап, бұлаққа бетін жуғызып, оқиғаны кәдімгі үлкен адамдардай тәптіштеп айтып береді. Өзінің бір шұңғырға жасырынып аман қалған қостан шыққан әкесі бөлтірікті, шешесі Құлпынайды ұрып өлтіргенін, әлімді байлап әкеткенін, ауылдың малын тігерге тұяқ қалдырмай айдап әкеткенін айтады. Ендігі жұмысымыз өлтіріп тастай қойған жоқ шығар, әлімді ебін тауып құтқаруымыз қажет, көке, әрекет етейік дейді. Жаппас кіп-кішкентай қыздың бір түн ішінде осыншама есейіп қалғанына, ересек, есті адамның сөзін айтып отырғанына қайран қалады. Сен ертең өскенде ел анасы, ақылды әйел боласың ғой деп ойлайды. Сол анамыз кейін 8 жыл болыс болып ел ұстапты. Екеуі уақыт оздырмай бір атқа мінгесі байдың ауылына тартады. Жолда жайылып жүрген бір үйірі жылқыдан 2 ат ұстап, біреуін жетекке алып, түнделетіп жүріп келеді. Байдың ауылына таянғанда: Жаппас көке, қазір сіз бір тасада аттармен қала тұрасыз. Мен ауылға барам, кішкентай балаға ешкім назар аудара қоймайды. Сөйтіп ретін тауып, әлемнің жағдайын, өлі тірісін, тірі болса қайда екенін біліп келем, сонан соң жағдайға қарай әрекетке көшеміз дейді. Мына қыз Жаппасты тағы таң қалдырды. Шашы ұйпа-түйпа, беті кір-қожалақ болып жүретін қыз бала еді. Бұдан мұндай ақылды сөз шығады деп кім ойлаған? Саған осынша ақыл қайдан келіп жатыр? Әлі ана сүті аузыңнан кетпеген баласың дейді Жаппас. Көке, әлімді тауып құтқарып алсақ, бұл сұрағыңыздың жауабын сол кезде аласыз дейді. Бұлар бір қойшыға кездеседі. Қойшы далада жүр екен, түнделетіп жүрген бұл қайсың деп айғай салады. Бұлар алыстан келе жатқан жолаушылар екен, әлім деген жиендерін іздеп келе жатқанын айтады. Қойшы үндемей біраз тұрады: сендерге не айтарымды білмей тұрым депті. Өлсе өлгенін, тірі болса көргеніңізді айтыңыз, ауылын өртеп жіберіпті, оны білеміз дейді Құралай. Мен көргенді тірет, қазір білмеймін, оны бұзаудың терісіне салып адырға апарып тастаған айтады. Сенің жаның бір ауылдың адамының жанынан, арыстай азаматтың жанынан артық па? Тірі болса барып босатып жібер, Алла разы болар, өлсе оны көріп қайт деп әйелім маза бермей барайын деп шығып едім дейді. Бұл үшеуі де орнын сипап қалады. Парша-парша болып жатқан теріні көреді. Не болған білмей дағдарып тұрғанда: сіз осы жігітті әкеле жатқанда ит көзіңізге түскен жоқ па дейді Құралай. Қойшы сәл ойланып барып алыстан бір ала тазыны көрген сияқтым. Иә, анық көрдім дейді. Сонда Құралай: бізден құмай артық болды-ау депті. Сіз өзіңіз бірге болғандай сөйлеп отырсыз. Мұның бәрін қайдан білесіз? Айтқан сөздерін өз құлағыңызбен естігенде айтып отырсыз дедім мен ақсақалға. Сол кезде Сағындық кеңкілдеп күліп алды да: көзім көрмесе де осы оқиғаны басынан кешірген адамның өз аузынан естігенімді айтып отырмын. Мен сол әлімнің, Құралайдың немересімін. Әжем 87 жасында, атам 95 жасында қайтты. Әжем қайтқанда 8 жаста, атам қайтқанда 16-ға шыққанмын. Ал Жаппас олардан ертерек қайтты. Ол байдың бәйбішесі Қадишаға үйленіп бақытты өмір сүреді. Байдан пұшпағы қанамаған Қадиша Жаппастан 2 ұл, 3 қыз, 5 бала тапты. Менің әкем әлімнің тұңғышы екен. Оған Есенаман деп Қадиша ат қойыпты. Есенаманнан туған 7 ағайын дедік. Қазір бір қарындасымыз екеуміз қалдық. Нағашымыз Қарауыл, шешем 1959 жылы, әкем 1962 жылы қайтыс болды. Бұл әңгімені атам мен әжемнің, Жаппас пен Қадишаның, сол кезде байдың қол шоқпарларының бірі болған Бүркіттің өз ауыздарынан естідім. Бір ауыз қоспас жоқ, не естідім соны айтып отырым, шырағым деді қария. Ал зекет жазаланбады ма? Ой шырағым, ондай жауыз жазасыз қалушы ма еді? Қадишаның әкесі Әзімбай бұрын соңды құлақ естімеген мына сұмдық хабарды естігеннен кейін ауыл ақсақалдарын жинап ақылдасып, 100 жігіт алып өзі бас болып зекеттің ауылына аттанады. Олар ауылға келгенде бірде-бір адам Әзімбайдың жігіттеріне қару алып қарсы шықпады. Зекеттің сөзін ешкім тыңдамайды. Оны қашпақшы болып жатқанда өзінің қол шоқпары болып жүрген Бүркіт ұстап байлап тастайды. Әзімбай басқа ешкімге тиіспей ауыл халқын жинап зекетке, оның қол шоқпарларына, баласына қандай жаза беруді сұрайды. Өлім жазасы берілсін деп бір ауыздан айғайлады.
Бұл жиынға жасырынып жүрген Әлім мен Жаппас та Құралай да естіп келеді. Біреулер зекетті өртеп жіберу керек десе, енді біреуі өлтіріп көмусіз тастау керек деп әртүрлі пікірлер айтады. Ақсақалдар бұларға қандай жаза берсе де лайық екенін, бірақ соның қай түрін қолданарын білмей отырып қалады. Сол кезде ортаға менің әжем суырылып шығып, Әзімбайдың алдына барып тізерлеп отыра қалып, екі қолын кеудесіне қойып, дат тақсыр дейді. Датың болса айта қой дейді. Ел қаршадай қыздың ісіне таң қалып не айтар екен деп сілтідей тынады. Сонда жас қыз: уа халайық, ардақты аталарым, ата тұрып ол сөйлегеннен без, ана тұрып қыз сөйлегеннен без деген мақалды білем. Менің әкем де, анам да, ауылым да, бауырларым да осы жауыздықтың құрбаны болды. Азалы ауылымыздың жазықсыз өлген жандардың аза тұтпақ түгілі осы уақытқа дейін өлігімізді жерлей алмай жасырынып күн өткіздік. Иә, бұл ештеңемен салыстыруға болмайтын жауыздық. Зекетті Әлім мен Жаппас үшеумізге беріңіздер, оның жазасын өзіміз берейік. Ал баласы Жанай әкесінің айтқанын істейді, ол оның балалық парыз еді. Ол сол парызын орындады. Оған кешірім жасалса, ал қол шоқпарлары күн көрісі үшін, отбасын асырау үшін мына сұмырайдан қорыққанынан амалсыздан қылмысқа барды. Оларды өлім жазасынан босатып, ауылдан алыстатылса деймін. Байдың малының 1/3 бөлігі сол ауылдан тірі қалған үшеумізге берілсін. Қалған бөлігі бүкіл дүние мүлкі Қадиша анамызға берілу керек. Артық айтсам, ашынғандығым болар. Сіздердің алдарыңызда сөйлегенім ашынудан ашылғаным болар. Халқымнан, ел билеген ақылшы аталарымнан кешірім сұрайым депті. Әзімбай: шырағым, ел аузында жүретін жас боларсың, өскенде елдің анасы, әлсіздің панасы болайын деп тұр екенсің депті. Содан бастап әжеміз Биханым атаныпты. Ел азан шақырып қойған атының Құралай екенін ол кісі қайтқанда бірақ білді деп әңгімесін аяқтады. Иә, мен бұл жердің Қандыбұлақ деп атануына осы қанды оқиғаның өзек болғанына күмән келтіргенім жоқ. Мағзұмбек Машайықұлы.